Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін мен сіздермен шығыс бәліші, яғни восточный пирогидің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен ұнды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Содан соң мұздатқышта тұрған салқын сары майды алып, өткіштен жақсылап осылай видеодағыдай өткіземіз. Сосын осындай майда үгінділер жасаймыз, яғни крошки жасаймыз. Қамыр илейтін болғандықтан шым-шым тұз саламыз. Үстінен қаймақ саламыз. Жұмыртқаның сарысын саламыз. Және бір ас қасық алма сірке суының үстіне бір шай қасық ас содасын салып, көпіртіп алып қосамыз. Және қамырды жақсылап қолменен илейміз. Бізде қаттылау қамыр шығады. Міне осындай, бірақ ол кейін икемге келеді. Дайын болған қамырымызды 1 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Ал оған дейін біз ортасына салатын салмаларын дайындаймыз. Ең бірінші грек жаңғағын, мейіз және өрікті жақсылап жуып, 4 бұрыштап турап алып, 1 ас қасық толтыра бал қосамыз. Қалаларыңша одан да көбірек қосуға болады. Құрғақ таза ыдысқа жұмыртқаның ағын салып, майда осындай көпіршік пайда болғанша миксерлейміз. Содан соң барып қантты шетінен сала отырып, аппақ үлпілдек масса болғанша 4-5 минут шамасында осылай миксерлейсіздер. Сонымен екінші салмамыз дайын. Дайын болған қамырымызды тоңазытқыштан алып, бір бөлігін сәл үлкендеу етіп, екіге бөліп аламыз. Қамырды пергамент қағазының үстіне жайғастырып жаямыз. Сонда бізде қамырмен жұмыс істеу оңайырақ болады. 28 диаметрлік форманың астына пергамент қағазын салып, қамырымызды осылай жайғастырамыз және жәніне кішкене бортиктер жасаймыз. Мына видеодағыдай. Енді бірінші салмасын салып, бір тегістеп үстінен басаңқырап шығамыз. Содан соң барып екінші салмасын салып, бетін тегістейміз. Қамырдың екінші бөлігін дәл алғашқыдай жайып аламыз. Енді жайылған қамырымызды салманың бетіне ақырын ғана қойып, жайғастырамыз. Дайын болған бәліштің ең бетіне жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып шығып, үстіне өз қалауыңызша көкнәр немесе кунжут сепсеңіздер болады. 180 градус шамасында қызып тұрған пешке бәлішімізді салып, беті қызарғанша 20-30 минут шамасында пісіріп аламыз. Әбден суыған соң бар формасын алып ұсынамыз.